Сәлем достар, бұл сіздермен Фарида. Бүгін крючокпен тоқудың келесі сабағын үйренеміз. Ол үшін бізге тағы да схема түрінде көрсетейін. Схема. Міне бізде схема. Біз бүгін тоқимыз. Полустолбикті тоқимыз. Полустолбиктің белгісі мынандай Т әрпі сияқты таяқша. Енді бастаймыз. Біз алдыңғы сабақта шынжыр тоқығанбыз цепочка воздушный петлямен. Енді осыны ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін жоғары қарай 2 петля көтереміз. Енді осы крючокқа бір жіпті іліп аламыз және осы тор көзден өткіземіз. Бізде крючокта 3 петля тұр. Осы 3 петлядан бірдей уақытта жіпті өткіземіз. Бізде сонда осындай полустолбик пайда болды. Келесісін неге іліп аламыз жіпті крючокқа. Келесі тор көзден крючогымыздан жіпті өткіземіз. 3 столбикті қатарынан бірге тоқимыз. Сонда бізде мынандай столбиктер пайда болады, полустолбик. Келесі крючокқа іліп аламыз. Және осы үшеуін бірге тоқып өтеміз. Міне осындай бізде узор пайда болды. Бұл бізде полустолбик деп аталады. Тағы біреусін түсіндіріп өтейін. Іліп аласыздар крючокқа біреусін және де тор көзден өткізіп, ол жерден тағы да бір жіпті іліп аласыздар. Осы үшеуін бірге тоқимыз. Сонда бізде бір петляда осындай полустолбик пайда болады. Менің каналым ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырып, басқа да видеоларымды көрулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.